Түркістан облысы, құрметті жиналған қауым, құрметті қонақтар. Жаңа енді бата беріп жатыр ғой, осындай батадан кейін, осындай мықты сөздерден кейін. Енді маған да жақсы сөйлеу керек, жақсы сөз айту керек, жақсы мотивация беру керек деп ойлаймын. Негізі бірінші спикер болу өте қиын. Неге? Жаңада әріптестерімізбен сөйлесіп жатырмыз да, кім не туралы сөйлейді, кім қандай тақырып қозғайды деген кішіштей қобалжып жатырмыз. Сондықтан да қазіргі ең қобалжуда тұрмын. Сондықтан да кене бір-бірімізді қолдап қойсақ, иә. Жаңа мықты регалияларды айтып жатыр, иә. Вице-президент деген сөз де болды, Рим папасы деген, медаль деген сөздер болды. Жалпы осы регалиялерге жалпы мен қалай келдім? Қалай қарапайым отбасында туып, үлкен армандармен жүріп, осы деңгейге жетіп, TEDx'ке қалай келдім? Мен сол туралы қысқадан нұсқа өзімнің спичімді айтып берсем. Сіздер білесіздер ма, мен дәл осы залда жиналған студенттер сияқты, жас оқушылар сияқты жаңа сөйлескен болатын бір-екі студентпен. Өздеріңіз сияқты қарапайым ғана отбасында туып, қарапайым өздеріңіз сияқты қыз болдым. Әке-шешем, анам көбіне базарда жұмыс істеп, әкем әрдайым үй сатып алады, кішкентай үй сатып алады да, ескі үй сатып алады да, соның ремонтын жасап, әдемілеп, сол үйді сатып, сөйтіп ақырындап сатып, біз көп рет көшіп, әйтеуір бір деңгейге жеткен болатынбыз. Сіздер білесіздер ма, мен мектеп оқып жүріп, мектепті 9 рет ауыстырған екем. Жақын арада жұмыс бабымен бір психологпен сөйлесіп отырсам, психолог маған айтады: Назым, сен білесің ба, баланың ең ауыр психологиялық травмасы неден болады дейді. Мен ойланып тұрып айтып жатырмын да, бәлкім әке-шешесі ұрса содан болатын шығар деп енді жауап беріп жатырмын да. Сөйтсе маған психолог айтады: баланың ең ауыр психологиялық травмасы, жарақаты баланың жиі мектеп ауыстырғаннан, аула ауыстырғаннан болады дейді. Сосын ойланып қалдым. Өзін 9 рет мектеп ауыстырған, ойлаңыздаршы, 9 рет, иә. Қанша класс бар? 11 класс бар, соның ішінде 9 рет мектеп ауыстырған. Ал мен болса өмір бойы ойлаған екем, осы мектепті ауыстыра келе, мен бұл өмірде тез бейімделуге үйрендім. Сыныпқа кіре сап, кімнің кім екенін 1 минутта түсіне білетін. Мысалға, жаңа мектепке келем, жаңа классқа келем, есікті ашасап түсініп тұрам. Мына сыныпта кімнен көшіруге болады, кім атаман, кімнен қорқу керек, кіммен дос болуға болатынын мен 1 минуттың, 2 минуттың ішінде біліп отыратын. Мұғалімдерді дәл солай тез сканерлейтінмін. Сөйтіп жүріп, психолог маған бұл ең ауыр травма дегенде мен ойланып қалдым. Өйткені осы, білмеймін, травма деп айтамыз ба, әлде өмірдегі баланың тұрақсыздығы дейміз ба, иә? Осы тұрақсыздық негізі менің ең үлкен капиталым болды. Осы үлкен өмірдегі менің үлкен капиталым болды. Неге? Өйткені мен осы балалық шағымдағы тұрақсыздықтың арқасында тез коммуникация орнатуды үйрендім. Ешкімнен қорықпауды үйрендім. Жаңа жерге келіп, тез бейімделуді үйрендім. Өздеріңіз білесіздер, 21 ғасырдағы ең мықты қасиеттердің бірі ол тез бейімделу. Егер де сен жаңа ортаға, жаңа келіссөздер жүргізіп отырып тез бейімделе алсаң, келіссөздерің 50%-ға дан болды десек болады. Осы травмамды ойлай отырып, мен бейімделуді үйрене отырып, мен мынандай түйінге келдім. Негізі бұның барлығы тек бейімделуге ғана емес, бұның барлығы батылдыққа да алып келді. Жақын арада бір үлкен контракт бойынша кездесу болды. Мен жаңа регалидан бөлек өзімнің бизнесім бар. Орта бизнес десек болады, өйткені өткен жылы менің бизнесім 100 миллиондай салық төледі.
келіссөздері жүргізіп жатқан кезде маған айтады да бір кісі: Назым, сен қобалжып тұрған жоқсың ба, өйткені ол жерде қазір 10 шақты адам болады, сен дайынсың ба дейді да. Мен айтам, ешқандай қобалжу жоқ, мен сол залға кіре салам да келіссөзді оңай жүргізе салам деп. Шынымен де сосын жаңа психологтың айтқан сөздері қайта басыма триггер болып келе берді. Қалай сонда, біз егерде оның травма екен, қиындық екенін білмесек, адамның миы ауыр, қиын жағдайдың бәрін плюсқа шығара алады екен. Батылдық туралы айтатын болсақ, тағы да бір кейс айтайын. Жаңа мен айтып кеткендей, өте қарапайым отбасында өстім. 18 жасқа келген кезде мамам айтады: қызым, сенің университетіңді біз төлей алмаймыз, сондықтан да сен енді бір жерге жұмысқа кіріп, өзіңнің университетіңді өзің төле дейді. Жасым 18-де, ойлап тұрмын, енді қайда жұмысқа кірсем, мені тәжірибесіз жұмысқа кім алады, қайдан алады деп ойлап жүрмін. Сөйтіп Алматыдағы университетке оқуға түсем да, сол жақтағы ректорға кірем да, ректордың хатшысы болып жұмысқа кірем. Күндіз жұмыс істеймін, кешке оқуыма жүрем. Сөйтіп, енді жалақымды алып жүрмін, жаңағы университетке келем. Университетке келсем, жаңа студенттердің барлығы, студент шақта жүр да, барлығы қуанып, ой, там посвящение будет, моя парковочная зона здесь, машинам мына жаққа қоям деп. Андан қатты қызығам, өйткені менде студенттік шақ жоқ, маған жұмыс істеу керек, тек қана кешке ғана сабаққа бару керек. Содан жаңа енді машиналарын көрем ғой студенттердің. Қатты қызығам, қатты машина айдағым келеді. Үйге келіп, мамам айтам: мама, мен міндетті түрде көлік жүргізушісінің куәлігін алам да, өзіме машина алам деймін. Сөйтіп, жарты жыл оқып, куәлігімді алып үйге келем. Әрине, әке-шешем маған көлік алып бере алмайды. Содан жаңа батылдықтың жалғасы ғой мен айтқан. Мамам айтам: мама, қатты көлік алғым келеді деп енді намек тастап жатырмын. Ну, а вдруг деп. Содан мамам айтады: қызым, сен жұмыс істеп жүрсің ғой, жарты жылдан көп болды, сені мақтап жатыр, сен барда дейді, басшыңа, ректорға кірді, айт дейді: дайте мне, пожалуйста, суду кредит без процента, а я буду со своей заработной платы все это оплачивать деп айт дейді. Сонда жаңағы батылдықты айтам да, ештеңеден қорықпайсың ғой. Келесі күні барам да, бастығым айтам ғой: Геннадий Николаевич, добрый день, можете мне, пожалуйста, дать кредит, я хочу купить машину, но чтобы было без процента. И каждый месяц вы будете удерживать с моей заработной платы деймін. Бастығым в шоке. Ол маған қарап тұр, 18 жастағы қыз 8 ай бұрын ғана келген, бұл ақша сұрап тұрған не істеп? Жарайды деп жібереді. Сіздер білесіздер ма? Бір айдың ішінде біздің топ-менеджмент, бухгалтерия, финансовый директор, жаңағы отдел кадрдың барлығын жинап, университетте жұмыс істейтін мықты мамандарға арналған сондай жүйе жасайды. Яғни барлығы беззалоговый, безпроцентный суда алып, сол ақшаны ай сайын өзінің жалақысына жаба алады. Яғни бұл мотивация, ал мықты қызметкерлер жұмыстан кетпейді, ешқандай утечка жоқ. Содан сөйтіп мен 18 жасымда көлік алған кезде үйдегілерім шок, жұмыстағылар шок, студенттер шок. Сөйтіп ойладым, шынымен де кейде батылдық деген біздің ең басты капиталымыз екен. Ештеңеден қорықпай барып сұрау керек екен. Өйткені көп жағдайда біз сұраудан қорқамыз. Біз ойлаймыз, біз қазір барып сұрасақ бізге жоқ дейді деп, тек қана бір жоқ деген сөзден 3 әріптен қорқып жатамыз. Енді менің сторителлингім түсініп жатсыздар, кішкентай кезімнен ары қарай өсіп келе жатыр. Отбасылы болдым, жолдасым бар, 2 балам бар. Отбасымда да, жолдасымда өте қарапайым болдық, Алматыда тұрдық. Содан енді 22 жастамын, тұрмысқа шығам. Білесіздер ма, роддомнан шығып үйге келсем, біздің жағаға бір бөлмелі кішкентай пәтеріміз бар. Алматыда болғандар білетін шығар, Саяхат деген районда. Үйге келсем, біздің патологтан су ағып жатыр да, өйткені біз ең соңғы этажда тұрамыз. Кәдімгідей шарылдап су ағып тұр, мен қолымда кішкентай бөпем.
жолдасымда енді екеуміз жастымыз ғой, не істерімізді білмейміз. 22 жас, негізі былай қарап тұрсаң сондай жаспыз. Қазіргі заманға келтіретін болсақ, 21-22 жастағы балалар қазір тұрмыс құрмайтын сияқты. Содан Айдар екеуміз, жолдасым екеуміз қиналып, жаңағы үстіндегі төбенің бәрін жамап, оның үстіне жаңағы тряпка жабыстырып, скотчтап, енді қиындықты әбден көрген болатынбыз. Сөйтіп Айдар екеуміз әйтеуір бір 8 наурызда тюльпан сатып, нан істеп, негізгі жұмысымызды қалдырмай сөйтіп жүріп, әйтеуір күнімізді көріп жүрміз ғой. Бір күні телевизор көріп атсақ, телевизордан экспоны көрсетеді. Біз Алматыдамыз, мынандай үлкен шарды көрсетіп жатыр да, Астанада экспо өтеді. Әлемнің 100 мемлекетінен жаңағы көптеген павильондар қойылады. Осыдан кейін Қазақстан эксподан кейін мықты дамып кетеді. Астана осы дамудың орталығы болады деген енді көріп отырмыз да жаңалық. Сосын мен Айдарға айтамын, Айдар, біз Алматыда ештеңеге жете алмадық қой, мүмкін Астанаға көшіп көрерміз деп. Содан Айдар маған айтады, Назым, Алматыда туыстарымыз бар, ата-анамыз бар, біз осы жақта өстіп жүрміз, осындай деңгейде. Біз Астанада қалай өсеміз дейді да. Мен айтамын, нам нечего терять. Просто барып көрейікші, өзімізді сол жақта. Сөйтіп, бір ай бойы құлақ етін жеп, біз Астанаға көшеміз. Өзіміздің киімдерімізді салып, өзіміздің 3 жастағы баламызды құшақтап, 2 күн пойызбен жүріп көшіп келеміз. Астанаға келіп, ана үлкен шарды көреміз. Дәу, жылтырап тұр, павильондар жұмыс істейін деп жатыр. Мен сол кезде үлкен пиар агенттікте жұмыс істегем. Пиар, медиа, білесіздер ғой бұл саланы, иә? Содан мен ойлаймын, павильондармен қалай жұмыс істесем екен, не істесем екен? Бұлар енді 1 жыл бұрын барлығы контрактқа отырып қойған. Мен қалай көмектесе аламын, мен бұл жерден қалай ақша тапсам болады деп ойланып жүрмін. Айдар екеуміз көшіп келдік, бізді күтіп жатқан ешкім жоқ, 1 бөлмелі пәтер жалға алып отырмыз. Содан мен барам да, әдемілеп презентация жасаймын да, барлық павильондарды аралаймын. Ең бірінші ақш павильонына келем, айтам, саламатсыздар ма, ағылшын тілінде. Мен сіздерге пиар жасап бере аламын. Сіздерге $10,000 жасайтын пиарды мен $1,000 жасап берем. Дәл сол KPI-лардың бәрін сіздерге істеп берем. Релиз, жаңағы мықты бұқаралық ақпараттық құралдарда шығу, цитируеміз бәрі болады деймін. ақш павильон маған өстіп қарайды да, go on girl дейді. Содан ары қарай жаңағы араб әмірліктеріне барам, ары қарай сөйтіп барлық павильондарды шарлап жүріп, Венгрия павильонына келем. Сосын айтам, әріптестер, мен сіздерге мықты пиар жасап берем. Маған 1 миллион теңге төлесеңіздер, сіздер туралы 100-ден астам бұқаралық ақпараттық құралдар жазады деймін. Сосын олар айтады, жарайды, ИП-іңіз болса келіңіз дейді. Үйге келіп Айдарға айтам, Айдар, тез ИП ашайық, өйткені мен павильонмен жұмыс істеймін деймін. Ойлаңыздаршы, батылдық, 23 жастасың, ешкімді танымайсың, экспо. Айдар қорқып тұрып ИП ашады. Ол кезде білесіздер ғой, ИП ашсаң жаба алмайсың. Содан маған айтады, сен білесің ғой, біздің ИП-ні жаба алмайтынымыз. Мен айтамын, мен ИП-ні жаппаймын. Біз әрі қарай бизнесті дамытамыз деймін. Содан кейін қазір 10 жыл өтті. 10 жылдың ішінде біздің агенттікте ең мықты, ең маржиналды топовый жобалар болды. Димаш Құдайбергеннің пиар агенті болдым. Ең үлкен банктердің бірі Форте-банк үлкен контракт берді. Қазіргі таңда ең соңғы сайлау науқандарының барлығын электоралды циклын жүргізіп, сайлау алды науқанын жүргізген болатын. Ең соңғы жұмыс істеген партия Республика партиясы болды. Әйел кандидат, президенттікке кандидат әйелдің штабының басшысы болдым. Яғни ақырын өстіп корпоративті сектордан ары қарай саяси науқандарға кірісіп, сөйтіп үлкен жобалар алып, бүгінгі таңда жолдасым екеуміздің агенттігіміз өте үлкен жетістіктерге жетті десек болады. Жаңа мен айтып кеткендей, өткен жылдың өзінде біздің бизнесіміз 100 миллиондай салық төледі. Қорытындылай келе, мына жерде секундомер тұр екен. Мен не айтқым келеді? Осы жердегі спикерлерді мен жаңа анализ жасап қарап отырмын да, көбісі жас студенттер екен, оқушылар екен. Мен сіздерге айтқым келетіні, өмір батылдықты жақсы көреді.
өмір сіздерді қанша жерден қиындықтардан өткісе де, қанша жерден бір жаңағындай психологиялық травма берсе де, сіздер барлығын өтіп, ары қарай алға жылжу керексіздер. Ештеңеден қорықпау керек, батыл болу керек. Егер де біз өзіміздің өмірдегі қиындығымызды лимоннан лимонадқа айналдыра алатын болсақ, біз барлығымыз жетістікке жетеміз. Қысқа да нұсқа осы. Рахмет сіздерге.